Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Мақсұт Талант, ақпараттық жүйелер мамандығы. Бүгінгі тақырып Ресей империясының Қазақстандағы отарлауы. Алғашқы сұрақ 18 ғасырдың алғашқы ширегінде Қазақ хандығының саяси жағдайы және Әбілқайыр ханның Ресей империясымен одақтық шарты, яғни протекторат жасауы. Саяси жағдайына келер болсақ, 17 ғасырдың соңы мен 18 ғасырдың басында Қазақ хандығы 300-ге бөлінеді: ұлы, орта және кіші жүз болып. Хандық билік әлсіреп, ру тайпалық бытыраңқылық күшейе бастады. Сыртқы қауіп өте көп төне бастады. Біріншіден, жоңғар хандығының шапқыншылығы 17 ғасырдың соңы мен 18 ғасырдың орталарында. Одан соң Ресей империясының шығыстан кеңею саясаты, яғни бекіністер сала бастауы. Одан соң үшіншісі Орта Азия хандықтарының қысымы. 1723 жылы қазақ халқы тарихтағы ең ауыр қасірет Ақтабан шұбырында алкоголь сылама оқиғасын бастан кешкен. Жоңғарлар қазақ жердің көп бөлігін жаулап алған. Мыңдаған халық босып, ел азған болатын. Әбілқайыр ханның саясатына келер болсақ, 18 ғасырдың басында кіші жүздің ханы Әбілқайыр елді қорғау, мемлекетті сақтау жолында күресті. 1726 жылы Бұланты білеуіті, 1729 жылы Аңырақа шайқасында қазақ жастары біріккен қолмен жоңғарларға ауыр соққы берген болатын. Бірақ бірлік ұзаққа сақталмай, жоңғар қаупі қайта күшейе бастады. Ресеймен одақ орнату себептері: біріншіден, жоңғар шапқыншылығына қарсы әскери көмек алу; екіншісі, ішкі тұрақсыздық пен феодалдық қақтығыстар тоқтату; үшінші, Ресеймен сауда қатынасын дамыту болатын. Одақтық шарт протекторатқа келер болсақ, 1730 жылы Әбілқайыр хан Ресей императрицасы Анна Иоановнаға елшілік жіберген болатын. Елшілік басшылар бізде: Құтлымет Қоштайұлы мен Сейітқұл Қойдағұлұлы. 1731 жылы Ресей патшайымы қазақ хандығының Ресейдің қамқорлығына алу туралы жарлыққа қол қойған болатын. Осылайша кіші жүз Ресей империясының протектораттық тәуелді аймағына айналған болатын. Бұл хаттың маңыздылығы жайында: бұл шарт бастапқыда әскери одақтық сипатта болса да, уақыт өте келе Ресейдің отарлау саясатының негізінде қалды. Екіншісі, қазақ жеріне әскери бекіністер салып, Ресейдің ықпалы күшейе бастады. Екінші сұрақ: әскери отарлық және бекіністердің салынуы. Бастапқы кезең Ресей империясы 18 ғасырдың екінші ширегінен бастап Қазақстанда әскери жолмен игеру саясатын бастады. Әбілқайырдың одақтық шарты Ресейге қазақ даласына еркін әрекет етуге мүмкіндік берді. Бекіністер желісі бізде: бекіністер ең алғашқы ол Гурьев бекінісі, Орал қаласы маңынан 1646 жылдары, яғни Батыс Қазақстанда алғашқы бекініс болып салынды. Одан соң Орынбор 1735 жылы қазақ жерін отарлаудың тірегі болып саналады. Келесі 1735 жылы Тобыл, Петропавл, Көкшетау, Қызылжар бекіністері. Келесі Семей 1718 жылы, Өскемен 1726 жылдары бекіністері ертіс бойында салынды. Кейінірек Ақмола, Атбасар, Қараөткел және Жетісу бекіністері тұрғызыла бастады. Бұл бекіністерді салудың мақсаты қазақ жерін бақылау, халық қозғалыстарын басу, Ресейдің әскери әкімшілік билігін орнату, көшіп қонатын қазақтарды шектеу, жайылымды тарылту болған. Одан соң сауда және салық жүйесін бақылау. Әскери отарлықтың салдары: қазақтардың дәстүрлі көші-қоны бұзылды. Жер мен ресурстары тарылып, мал шаруашылығына ауыр соққы тиді. Әскери гарнизондар қазақ ауылдарын қадағалап, жазалау әрекеттерін күшейте бастады. Бұл бекіністерге қарсылық 1740-1750 жылдары Абылай хан, батырлар және Барақ сұлтан, Есет батыр сияқты қайраткерлер Ресей мен жоңғар қысымына қарсы күрес жүргізген болатын. Үшінші сұрақ: отарлық реформалар және Қазақстанға орыс шаруаларын қоныс аударту саясаты. Отарлық реформалар 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың басында Ресей Қазақстанда әкімшілік жағынан қайта ұйымдастыруға кірісті. Қазақ билеушілерінің тәуелсіздігін шектеу мақсатында жаңа басқару жүйесі енгізілді. 1822 жылы Сібір қырғыздары туралы жарғы, яғни Сперанскийдің жарғысы туралы орта жүзде хандық билік жойылған болатын. Округтік, болыстық, ауылдық басқару жүйесі енгізілді. Одан соң билеуші орыс әкімдері мен аға сұлтандар. 1824 жылы кіші жүзде хандық билік жойылды. Қоныс аудару саясаты. 19 ғасырдың ортасынан бастап Ресейдің ішкі аймақтарынан шаруаларды қазақ жеріне көшіру басталды. Негізгі мақсат: біріншісі, қазақ жерін орыс халқымен игеру; екіншісі, қазақтар шұрайлы жерлерін тартып алу; үшіншісі, аймақты славяндандыру. 1868-1886 жылдары реформалардан кейін қоныс аудару жеделдеді. Жайық, Ертіс, Торғай, Ақмола, Семей, Жетісу аймақтарына орыс шаруалары орналастырылған болған.
Бұл көші-қонның салдары бізде қазақ халқының жер көлемі күрт азайып кетті. Одан соң экономикалық қысым, әлеуметтік теңсіздік өсті. Көптеген қазақтар кедейленіп жалдамалы еңбекке көшті. Қазақ қоғамында отарлыққа қарсы наразылықтар өршіді. Сонымен қатар қазақтар өз жерін тастап басқа елдерге қоныс аударуға мәжбүр болды. Төртінші сұрақ мәдени ағартушылық орталық қазақтарды шоқындыру мен орыстандыру саясаты. Ресей империясының идеологиялық саясатына келер болса, 18 ғасырдың ортасынан бастап Ресей қазақ даласына рухани және мәдени отарлау саясатын жүргізді. Бұл саясаттың мақсаты қазақ халқын өз мәдени тамырынан ажырату, православие дінін тарату арқылы рухани тәуелділік орнату, орыс тілі мен мәдениетін үстем ету. Басты бағыттары: бірінші, діни саясат. 1740 жылдан бастап Ресей қазақ жеріне православие миссионерлерін жіберген болатын. Қазақтарды шоқындыру арқылы империяға адал бодан жасау көзделді. Мешіттер мен медреселер қызметі шектелді. Екіншісі, білім беру саясаты бойынша 1789 жылы омбы, 1825 жылы Орынбор кадет корпустары ашылды. Олардың басты мақсаты Ресей мүддесіне қызмет ететін жергілікті шенеуніктер даярлау болатын. 1860-1880 жылдары орыс-қазақ мектептері ашылып, оқу орыс тілінде жүргізілді. Қазақтың дәстүрлі діни мектептер мен медреселері ығыстырылған болатын. Үшіншісі, мәдени ықпал бойынша орыс әдебиет пен баспасөзді тарала бастады. Қазақ тілін шектеу, орыс жазу негізу әрекеттері күшейе бастады. Одан соң қазақ фольклоры мен дәстүрлі өнерге артта қалған мәдениет ретінде қаралды. Бұл ықпалдардың салдары бізде қазақ халқының рухани тұтастығына қауіп төндірді. Одан соң бірақ осы қазақ ағартушылары Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбайұлы орыс мәдениетін сын көзбен қабылдап, ұлттық сана мен білімді жаңғыртуға барынша өз күштерін салып тырысқан болатын. Қазақ халқының жаңа ұлттық сана сезімі қалыптаса бастады. Қорытындылай келе, 18-19 ғасырларда Ресей империясының әскери, саяси және рухани отарлау саясаты қазақ халқының еркіндігіне зор қауіп төндірді. Дегенмен бұл кезеңде қазақтың азаттық рухы сақталып, ұлттық жаңғыру мен ұлт азат қозғалыстардың іргетасы қаланған болатын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.